Құрметті менің 2006 жылы алтын ұяларынан ұшып шыққан алтындай түлектерім, барлықтарыңа апайларыңнан сәлем. Осы 20 жыл ішінде біріңді жиі көрсем, біріңді мүлдем кездестірмеген екенмін. Бірақ сендердің әр қайсыларыңның орындарың менің жүрегімде, ал амандықтарың Алладан тілеулерімде. Естеріңде болса, қоштасу кешінде барлығымыз басымызды қосып, шампан ашып, сол шампан ыдысына ақ тілектерімізді, сол кездегі сезімдерімізді жазып, ішіне салған болатынбыз. Мына жеріне А класы деп те жазып қойдық. Осы ыдысты мен 20 жыл бойы үйімде сақтадым. Осы ақ тілектерді алып, ашып оқитын сәтте келіп жеткен сияқты. Ал бала-шаға, кімнің не жазғанын оқып көрейік. Жазира апай, аяулы менің ұстазым. Сізге бұл өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Әрқашанда күлімдеп, қызғалдақтай құлпырып, бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Біз сияқты түлектерді көптеп шығара беріңіз. Әрқашанда биік шыңдардан көрініп, ешқашанда мұңаймаңыз. Сіз бізді, мені, оқушыларыңызды, яғни 11 аны ұмытпаңыз. Біз сізді де ұмытпаймыз. Тілек білдіруші Жолдасбекова Эмма. Жазира апай, мен сізге өмірдегі барлық жақсылық пен бақытты тілеймін. Бізді өсіріп тәрбиелегеніңізге рахмет. Алда көп жақсы күндер көбейе берсін. Болашақта бұдан да үлкен тойлар болсын. Бәріміздің үлкен азамат болуымызды тілеймін. Бала-шағаңыз біз сияқты үлкен азамат болып өссін. Өміріңіз мәнді де ұзақ болсын. Тілек білдіруші Жазира. Рахмет. Құрметті Жазира апай, бүгінгі күн бәрімізге қызықты күн. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз. Өзіме не тілесем, сізге соны тілеймін. Әрқашанда жүзіңізден күлкі кетпесін. Бақытты болыңыз. Бал нұр дейді. Рахмет. Жазира апай, сіз менің ең сүйікті апайымсыз. Мен сізге өмірдегі бар жақсылықты, мол бақытты және әрине зор денсаулықты үлкен ықыласпен тілеймін. Сіз біз үшін қанша қиыншылық бастан кешірдіңіз. Енді біздің кезегіміз барлық қиыншылықты бастан кешіріп, сіздің атыңызды шығаруға уәде береміз. Құдай қаласа, грантқа түсіп, оқу бітіріп, үлкен дәрігер, профессор болған кезде өзім жеке келіп, өзімнің сіздің үмітіңізді ақтағанымды көрсетемін. Әрқашанда ауырмаңыз, бала-шағаңыздың қызығын көре беріңіз. Келесі жылдары біз сияқты оқушыларды бітіртіп, алтын ұя мектептен ұшыра беріңіз. 11 сынып оқушысы, өзіңіздің сүйікті оқушыңыз Мырзахметова Ұлбосын Леспек қызы дейді. Көрдіңдер ма? Міне, қазіргі күнде Ұлбосын врач болып отыр, кардиолог болып. Құрметті менің апайым және кластастарым, өмірде бәріміз дос болып, достығымыз ешқашан ажырамасын. Бәріміз бақытты болайық. Сейітков Дархан. Саламатсыз ба, Жазира апай? Мен сізге тілерім денсаулық, мол бақыт, махаббат тілеймін. Өсіріп отырған бала-шағаңыздың қызығын көріп, үлкен бір орыннан көріне беріңіз. Біздің сынып 11А, Жазира апайдың сыныбы. Тілейді бізге мол бақыт биік шыңның тұсында. Жазира апай, Құдай қаласа 5 жылдық, 10 жылдық да жолғарымыз. 100 жас өмірін көре беріңіз. Жазира апай, сіз менің ұстазым болғаныңызға өте қуаныштымын. Ерсін дейді. Мені ерсін. Жазира апай, мен сізге бақыт, денсаулық, бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Сізге ақ жол тілеп, өмірде ең қуанышты адамдардың бірі болуыңызға тілектеспін. Бүгінгі банкетте көңіл күйім жақсы. Махат. Құрметті де ардақты Жазира апай, мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Өмірде ешқашан жаманшылық көрмеңіз. Кейін университет бітіргеннен кейін сізге қол ұшын беремін. Арман Досыбай. Арман. Қол ұшын беремін депсің. Құрметті де ардақты аяулы менің, яғни 11А ұстазы. Біз сізді мәңгі ұмытпаймыз. Біздің талай істеген жағымсыз қылығымызды кеше көріңіз. Жастық балалық қой. Мен сізге бұл өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Және менің соңғы айтарым, ерекшені ақтай алмағанымды, сеніміңізді ақтай алмағаныма кешірім сұраймын.
Дина Жүнісбекова. Жазира апай, мен сізге ұзақ өмір, ашық аспан, мөлдір махаббат тілеймін. 5 жылдық, 10 жылдық, 15 жылдық, 100 жылдықта кездескенше мен сізді мәңгі есімде сақтаймын. Нұржан Исаев. Құрметті Жазира апай, сіздің еңбегіңізге өте көп рахмет айтамын. Гаухардың қолы ғой. Деніңіз сау болсын, бақытты болыңыз. 10 жылдан кейін кездескенше мені және менің класстастарымды ұмытпаңыз. Мен класстастарыма да бақыт тілеймін. Гаухар Жұматаева. Жазира ұстазым, қадірлі де аяулы асыл жаным. Мен сізге бұл өмірде бар жақсылықты тілеймін. Ешқашанда ауырмай, денсаулығыңыз мықты болсын. Бұл өмірдегі ең үлгілі де қымбатты болып, тек қуанып жүріңіз. Ешқашанда жаманшылық болмасын. Сіз де бала-шағаңыздың қызығын көріп, солардың банкеттегі қызығын сіз де көріңіз. Қосағыңыздың аяулы жары болыңыз. Менің сыныбымды, әсіресе мені еш ұмытпаңыз. Мен сізді өте жақсы көремін, және де бұл дүниеде сізді сыйлап өтемін. Аяулы ұстазым, одан артық сізге не тілейік? Бар жақсылықты тілеймін. Менің аяулы ұстазым, бұл өмірде еш қартаймаңыз. Менің аяулы ұстазым, сіздің сүйікті шәкіртіңіз, қызыңыз Омарова Эльмира Мұхаммед Кәрім қызы. Қымбатты ұстазым, бұл өмірде бақытты болыңыз. Мен сізді еш қимаймын. Рахмет, Эльмира. Жаным Жазира апай, мен. Кім болды екен бұл? Ақерке сен ба? Бүгін 22 маусым 2006 жыл, біздің соңғы бас қосуымыз. Мен және сыныптастарым үшін жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Жазира апай, сізге біздің алғысымыз көп. Жұмысыңыздың жемісін көре беріңіз дегім келеді. Құрбыларыма таңдаған жолдары ақ және тегіс болсын деймін. Тоқсейітова Айгері. Құрметті де аяулы менің Жазира апайым. Мен сізді ешқашан ұмытпаймын. Сіздің адамгершілігіңіздей, оқушылармен қарым-қатынасыңыздай жан жоқ бұл өмірде. Мен сізге ризамын, Жазира апай. Алмаз. Жаным, балам. Сыныптас құрдастарым, мені ұмытпаңдаршы. Мен сендерді ұмытпаймын. Алмаз. Алмаз, біз сені ешқашан ұмытпаймыз. Аллаға шүкір, артыңда қалған балапандарың бар. Бауырдай болып кеткен достарың бар. Сен ешқашан ұмытылмайсың, балам. Жатқан жерің жайлы болсын, жаным.